естіп жатқан шығарсыздар, мына банктен көбісі депозиттерін ақшаларын шешіп алып жатыр. Миллиардтап осы Қазақстанда. Ол не деген сөз? Ол Қазақстанның банктеріне сенім жоқ деген сөз. Адамдар көп ақшаларын депозиттерден шешіп алып жатыр. Сол үшін де таңғалмаңыздар, қазір мынау депозиттерге салсын деп 20%-ға дейін көтеруі мүмкін. Бірақ оған сенбей қойыңыздар. Енді мен қарсы емеспін банктерге, әрине. Кім депозитте ұстағысы келеді, қандай процентта. Бірақ енді кейбіреулер шығып айтады, мен қазақстандықтарға мынандай совет берер едім деп, Турлов сияқты адамдар шығып жатыр да, Фридомнан. Теңгеде сақтаңыз ақшаларыңыз деген секілді. Мен ондайларды тыңдаймын да, керісінше істеймін да. Керісінше теңгеде сақтамай, долларды сақтау керек. Әрине ақшаң болса, долларды сақтаған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені мен басқа біреулердің прогнозына сенбеймін, мен өзіме сенемін. Жаңа жылдан кейін қазір налоговый нелер болады, бәріне теңге керек болады, олар долларларын лақтырады, кішкене түсуі мүмкін. Бірақ содан кейін налог төлеп болған, налог өйткені Қазақстан ғой, теңгемен төлейді. Содан кейін долларды қайттан сатып алып жатқан кезде, сол көктемге қаратай, февральдың 25-нен кейін ба солай деді, примерно сол доллар көтеріліп кетеді деп ойлаймын. Сол үшін да бұл спекуляция емес, мен айтып жатқаным, өздеріңіз білесіздер, әрине. Бірақ мынау банктер сенімнен қалды. Өте қиын жағдай қазір, өйткені бүкіл салған ақшаң болсын, нем болсын, бәрін ол банк пен адамның арасында қарым-қатынасы ол құпия болу керек, құпия. Ол құпия болмағасын болды деген сөз. Ондайға мен сенбеймін. Өздеріңіз пікір қалдырыңыз, парақшаға жазылыңыз, қалай деп ойлайсыздар? Дұрыс па осы?